Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте ерекше, өте дәмді самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті, тұзды, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнды салып, қолымызбен тығыз қамыр илейміз. Дайын қамырдың бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут тұрған қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Оны сөйбей отырып жаямыз. Қамырды мейлінше 4 бұрышты қылып жаюымыз керек, өйткені бізде алдағы уақытта кескен кезде ыңғайлы болу үшін керек. Жұқа болып жайылған қамырымыздың үстіне сары жұп-жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды жұқалап жағып шығамыз. Сосын видеода көрсетілгендей етіп, 6 жерінен ортасына жеткізбей кесіп шығамыз. Сосын барлығын видеода көрсетілгендей етіп бүктеп шығамыз. Толықтай бүктелген қамырымызды алып, тағы да сопақша тәрізді етіп жаямыз. Сопақша болып жайылған қамырымызға тағы да жұп-жұмсақ сары майды жағамыз. Сосын видеодағыдай бүктеп шығамыз да қамырымызды целлофанға салып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, оны сөйбей отырып, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Жұқа болып жайылған қамырымызды кубиктап кесіп шығамыз. Бұл самсаның ішіне әртүрлі салма қолдануға болады. Менде бүгін картоп, фарш қолдансақ та болады. Енді әр кубиктің ішіне салмамызды салып шығамыз да, видеодағыдай етіп, 4 бұрышты етіп, жан-жағын қысып, әдемілеп түйіп шығамыз. Біздің самсаларымыз осылай әп-әдемі болып шығады. Сосын барлық самсаларды пергаменттің үстіне қойып шығамыз да, бетіне әдемілеп жұмыртқа жағып шығамыз. Сосын бетіне күнжіт немесе тмин дәндерін сүйіп шығамыз. Бұл самсаларымызды 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Самсалар өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін.